Сәлем достар, бүгін сіздерге үй жағдайында қолдың кеспесінен сорпа әзірлейміз, яғни кеспе көже. Ол үшін ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Жарты стакан суға 2 жұмыртқа, 2 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң қамырымызды аз мөлшерден салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмау керек, және де жұмсақ болмау керек, орташа мөлшерде болып шығу керек. Бетін жауып, июін қандырамыз. Оған дейін біз сорпасын әзірлейміз. Қызып тұрған майға пиязымызды сарғайғанша қуырып, үстінен ет, болгар бұрышы, қалауызша сәбіз, картоп салып, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін томатымызды салып, қуырып, үстінен тұзымызды саламыз. Одан соң суымызды құйып, қайнатамыз. Қайнап шығып дайын болам дегенше сорпамыз, оған дейін біз қамырымызды жақсылап жаямыз. Барынша жұқа қылып жайғандарыңыз жақсы. Міне мен барынша жұқалап жайдым, осылай орап шығамыз. Одан соң бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөліп болған соң, осылай бірінің үстіне бірін жайып шығамыз. Үстіне ұн себеміз, өйткені қамырымыз турау барысында бірі-біріне жабысып қалмау үшін. Міне осылай турап шыққаннан соң, міндетті түрде осылай арасын ашып тұру керек. Өйткені қамыр жабысып қалмау үшін. Міне мен тағы да ұн сеуіп, қамырымызды жақсылап арасын ашып алдым. Сорпамыздың пісуіне 5-7 минут қалғанда қамырымызды осылай үстіне салып, пісіріп аламыз. Міне біздің үй жағдайындағы кеспе көжеміз дайын болды. Өте дәмді, өте керемет шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын!